Сәлем. Бүгін біз адам организміне семіздіктің зияны жайлы айтатын боламыз. Нақтырақ жүрек қан тамыр жүйесіне қалай зиян тигізеді. Ең алдымен семіздік кезінде бізде қорға май жиналады, және де майлардың жиналу салдарынан бізде жасушаларда гипертрофияланады. Жасушалардың гипертрофиялануы, яғни бұл жасуша көлемінің ұлғаюы. Жасуша көлемі ұлғайған кезде ол жерде бізде инсулин әсер ете алмай қалады. Сондықтан біздің организмімізде инсулинге резистенттілік пайда болады. Инсулинге резистенттілік пайда болған кезде ұйқы безінен көбірек инсулин гормондары бөліне бастайды. Ал инсулин гормонының көп бөлігі ол өз кезегінде антиинсулинарлы гормондардың бөлінуіне, симпатикалық жүйке жүйесінің активтенуіне алып келеді. Ал олардың активтену салдарынан бізде қанға адреналин сынды гормондар бөлінеді. Ал олардың бөлінуі бізде қан тамырлардың тарылуына, жүректің соғу жиілігінің жылдамдауына алып келеді. Соның салдарынан бізде артериалды гипертензия дамиды. Артериалды гипертензия дамыған кезде бізде сол жақ қарыншаның гипертрофиясы, тамырлардың эластикалығының жоғалып қатаюы, және де кейбір ағзаларда ишемияның пайда болуымен көрініс береді. Және де егер де сізде семіздік болатын болса, онда сізде